Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Майра Сатбекқызы. Бүгін сіздерге жұмыртқадан дайындауға болатын екі түрлі таңғы асты көрсетемін. Ең біріншісі бұл омлет, екіншісі яйцо пашот, яғни жұмыртқадан жасалған пашот. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Және де бірінші яйцо пашотты дайындауға кірісеміз. Бір жұмыртқамызды ыдысымызға бүтіндей етіп жарып салып аламыз. Және де суымыз қайнап жатыр мұнда. Ортасына воронка жасайтын боламыз. Дайын біздегі жұмыртқамызды ортасына бірден құйып жібереміз. Мұнда осылай дөңгеленіп пісетін болады. Ақырын араластырамыз. Менде шамамен 4 минуттай қайнады. Және де осылай қайнаған маған ұнайды. Ортасындағы сарысы кішкене ағып тұратындай. Екінші жұмыртқамызды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Енді омлет жасауға кірісеміз. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды бөліп салып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де шанышқымен араластырамыз. Кішкене сүт қосып жіберсеңіздер де болады, бірақ мен бүгін қоспадым. Енді табағымызды қыздырып, ішіне сұйық майымызды құйып, кішкене айналдырып жібереміз. Табағымыз қызғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды құямыз. Бізде оттың азды өте баяу болып тұруы қажет. Үстіне салмаларын салсаңыздар да болады. Осылай өз қалауларыңызша помидор қосып жіберсеңіздер де болады. Мен бүгін колбаса, сыр және де зелень қостым. Помидор өз қалауынша қосасыздар, болмаса қоспасаңыздар да болады. Бірақ маған қосқан ұнайды, өте дәмді, тойымды болады. Сыр қостым және де үстіне зеленнен септім. Бетіне қақпағын жауып, осылай пісіріп алдық. Енді осылай бірін үстіне бірін бүктеп, үстіне кетчуп, майонез сеуіп, ұсынсаңыздар да болады, болмаса мен сияқты қаймақпен және де зеленмен сәндеуге де болады. Мінекей біздің омлет те яйцо пашот та дайын болды. Керемет болып шықты. Менің осы жұмыртқадан дайындалатын ең сүйікті таңғы астарымның бірі осы яйцо пашот пен омлет. Мінекей енді сіздер де жасай аласыздар. Жасап, инстаграмға фото отчет жіберсеңіздер де болады. Менің инстаграм каналымда төменге жазып қоямын. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Келін Майра Құлан.